Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде мамандардың кәсіби деңгейін анықтап, халыққа сапалы қызмет көрсетуді ары қарай жақсартуға негіз болатын кадрларды ынталандыруды мақсат еткен конкурс осымен екінші рет өткізілді. Арнайы құрылған конкурстық комиссияның шешімімен кәсіпорынның болашағы конкурсының жеңімпаздары анықталды. Нәтижесінде кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің 5 қызметкері үздік деп танылды. Бүгін Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Анарбек Орман жеңімпаздарды құттықтап марапаттады. Бірінші орынды тестілеу және әңгімелесуде үздік нәтиже көрсеткені үшін су өлшегіш шеберханасының басшысы Ғалымжан Қаңлыбаев алды. Екінші орынды дилерлік учаскенің басшысы Нұржан Акимов жеңіп алды. Үшінші орынды жоспарлау экономикалық бөлімінің маманы Медетхан Түзелхан иеленді. Төртінші орын заңды тұлғалармен жұмыс бөлімінің инспекторы Нұржан Абдуллаға, ал бесінші орын су жинау құрылыстарының инженері Еркінбай Әбдіқадыровқа бұйырды. Барлық жеңімпаздар кәсіпорынның кадрлық резервіне алынды және арнайы сыйлықтарға ие болды. Естеріңізге сала кетейік, конкурсқа қатысушылар су құбыры және кәріз желілері бойынша қызмет көрсету регламенттері негізінде өз білімін көрсетіп, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдалануға байланысты сұрақтарға жауап беруі тиіс болатын. Бұл жолы байқауға Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылымдық бөлімшелері мен аппаратының 30-дан астам қызметкері қатысты.